Бабасы үшін махаббатынан бас тартқан ана. Менің әкемнің орнын ешкім баспайды. Еркінім қатты шыққан даусынан дастархан үстіндегі кеселер фылдыр ете қалды. Мазира ұлына үнсіз қарады. Ол бұл әңгімені басқаша бастаймын деп ойлаған. Баласы түсінеді деп сенген. Бірақ Еркін анасының сөзін соңына дейін тыңдауға да дайын емес еді. Балам, ешкім әкеңнің орнын басайын деп жүрген жоқ. Онда Хамит аға бұл үйге неге күнде келеді? Күнде келмейді. Ауылдың бәрі айтып жүр. Мазираның жүрегі шым етті. Маған ауылдың сөз емес, сенің түсінгенің маңызды. Еркін орнынан тұрды. Мен бәрін түсіндім апа. Әкем қайтыс болғанына 4 жыл ғана болды. Ал сіз... Тоқта! Мазираның даусы алғаш рет қатты шықты. Еркін үнсіз қалды. Әкеңмен 25 жыл өмір сүрдім. Соңғы деміне дейін жанында болдым. Оның орнын ешкімге берген жоқпын. Бермеймін де. Бірақ менің де тірі адам екенімді ұмытпа балам. Еркін анасының көзіне қарай алмады. Күртесін алып, есікті тарс жауып шығып кетті. Мазира ас үйде жалғыз қалды. 48 жасында ол өзін алғаш рет біреудің алдында кінәлі адамдай сезінді. Хамитпен танысқанына 1 жылға жуықтаған. Ол Мазираның марқұм күйеуінің досы емес еді. Аудан орталығындағы құрылыс дүкенін ұстайтын қарапайым азамат. Әйелімен көп жыл бұрын ажырасқан, жалғыз қызы тұрмыста. Екеуі алғаш рет Мазира үйінің шатырын жөндеуге материал іздеп барғанда танысқан. Хамит бірден сезімін айтқан жоқ. Алдымен амандығын сұрайтын таныс болды. Кейін ақылдасатын адамға айналды. Мазираның ауыр сөмкесін көтеріп беретін. Ауырып қалса дәрісін әкелетін. Бірақ ешқашан шектен шықпады. 1 апта бұрын ғана. Мазира, екеуміз де жас емеспіз. Мен саған уақытша көңіл көтеру үшін келіп жүрген жоқпын. Егер қарсы болмасаң, қалған өмірімді сенімен бірге өткізгім келеді деген. Мазира сол түні таң атқанша ұйықтамаған. Жүрегінің түбінде Хамитке деген сезім барын өзі де білетін. Бірақ Еркін 24 жаста болса да, әкесінен айырылғалы бері анасына ерекше жақын еді. Кешке есік қағылды. Мазира Хамит шығар деп ойлады. Бірақ табалдықта қызы Айжан тұр екен. Апа, не болды? Ештеңе. Еркін маған телефон соқты. Мазира үнсіз қалды. Айжан анасының жанына отырып: Хамит аға, сізге үйленуге ұсыныс жасады ма деді. Мазира таңырқай қарады. Оны саған кім айтты? Ағам? Е, Айжан анасының қолынан ұстады. Ал сіз оны жақсы көресіз бе? Мазираның жанары төмен түсті. Бірнеше секундтан кейін өте жай дауыспен жақсы көремін деді. Айжан жымиып анасының қолын қысты. Онда неге жылап отырсыз? Мазира көз жасын сүртті. Өйткені кейде кет, қызым, ана болу мен әйел болудың ортасында таңдау жасауға тура келеді екен. Ал соғытта үйдің сыртында тұрған Еркін ашық терезеден анасының соңғы сөзін естіп қалған еді. Ол алғаш рет анам шынымен Хамитті жақсы көреме деп ойланды. Бірақ бұл ой оның ашуын басудың орнына жүрегіндегі қарсылығын одан сайын күшейтті. Еркін сол түні үйге кеш келді. Мазира оны күтіп отыр еді. Баласының есіктен кіргенін көргенде: «Тамақ ішесің бе балам?» деп сұрады. «Жоқ, онда отыршы, сөйлесейік». Еркін үнсіз орындыққа отырды. Мазира біразға дейін сөз бастай алмады. «Сен әкеңді сағынасың, мен оны түсінемін. Сіз түсінбейсіз. Неге? Өйткені мен үшін әкем әлі осы үйде жүргендей. Оның домбырасы қабырғада ілулі. Аулада өзі еккен ағаш тұр. Киімдерінің кейбірі әлі шкафта. Ал енді басқа біреу келіп Хамит әкеңнің орнын басайын деп жүрген жоқ. Бірақ өзі осы үйде жүреді ғой». Мазира ауыр күрсінді. «Егер мен тұрмысқа шықсам да, әкең сенің әкең болып қала береді. Оның орнын ешкім баса алмайды». Еркін орнынан тұрды. «Мен бұған келіспеймін. Балам, егер сол кісіге тұрмысқа шықсаңыз, мен бұл үйде келмеймін». Мазира селк ете қалды. «Еркін». Бірақ ұлы күртесін алып, есікті тарс жауып шығып кетті. Ертеңінен Мазира Хамитпен кездесті. Хамит оның көңілсіз жүзін көргеннен ақ бәрін түсінді. Еркін қарсы ма? Мазира үнсіз басын изеді. «Мен өзім сөйлесейін бе?» «Жоқ, қазір сөйлессең, одан сайын ашыланады». Хамит біраз үнсіз отырды. «Мазира, мен сені баланмен аразастыру үшін келген жоқпын. Білемін. Қаласаң күтемін». Мазира мұмая жымиып: «Қанша уақыт?» Хамит те жымиды. «Осы жасқа дейін күттік қой, тағы біраз күтерміз». Осы қарапайым сөз Мазираның жүрегін елжіретіп жіберді.
Ал Еркін сол күні сүйген қызы Балжанмен кездесті. Анам Хамит ағаға тұрмысқа шықпақ, деді ол қабағын киіп. Балжан сабырмен. Сонда не болыпты? Еркін таңырқай қарады. Сен де соны дұрыс деп ойлайсың ба? Мен анаңның қалған өмірін жалғыз өткізуге міндетті деп ойламаймын. Әкем бар еді. Балжан біраз үнсіз қалды. Бар еді. Әкеңнің орнын ешкім баспайды. Бірақ анаң да тірі адам ғой, Еркін. Оның да жүрегі бар. Еркін теріс қарады. Бұл тақырыпты жабайық. Балжан оның жүзіне ұзақ қарады. Жарайды. Бірақ бір күні сен де жақсы көрген адамың үшін таңдау жасауға мәжбүр болсаң, бүгін анаң айтқан сөздерін есіңе түссін. Еркін ештеңе демеді. Ол Балжанның бұл сөзі өзіне тым жақын арада қайта орабатынын әлі білмейтін еді. Арада бір апта өтті. Үйдегі тыныштық бұрынғыдан да ауыр еді. Еркін анасымен қажет сөзден артық сөйлеспейтін болды. Мазира ұлын жоғалтып алудан қорқатын, бірақ Хамиттен де алыстағысы келмеді. Бір күні кешке Хамит келді. Егер Еркін дайын болмаса, асықпайық, деді ол. Мазираның көзіне жас толды. Сен неге маған сонша түсіністікпен қарайсың? Өйткені сені жақсы көру, сені өзіме тартып алу емес. Мазира үнсіз қалды. Бір жағында балам, бір жағында сен. Екеуінің бірінде таңдағың келмейді. Хамит оның жүзіне қарап, онда таңдама. Әзірге ештеңені өзгертпейік, деді. Бірақ Еркін бұл жағдайды басқаша қабылдады. Келесі күні Хамиттің көлігін үйдің алдынан көріп ашуланып кірді. Әлі де келіп жүр ме? Еркін дауыс көтерме. Мен айттым ғой. Мазира алғаш рет ұлына қатты сөйледі. Сен айтқаның үшін мен жақсы көретін адамды есіктен қуып шығуым керек пе? Еркін үнсіз қалды. Анасының аузынан жақсы көретін адам деген сөзді алғаш рет анық естіді, бірақ ашуы басылмады. Егер мен сізге керек болсам, Хамит ағамен араласпаңыз. Балам, мені мұндай таңдау жасауға мәжбүрлеме. Еркін анасына тік қарады. Онда таңдаңыз, мен бе, әлде Хамит бе? Мазираның өңі өзгерді. Сен мұндай сұрақ қоюға тиіс емессің. Бірақ қойып тұрмын. Үй іші тына қалды. Мазираның көз алдына Еркіннің кішкентай кезі келді. Алғаш мектепке барған күні, ауырып жаққан түндері, әкесінен айырылғанда анасының құшағында үнсіз жылаған сәттері. Ол қалай туған баласынан бас тартсын? Мазира көз жасын сүртті. Сен менің баламсың, сенен бас тарта алмаймын. Еркіннің жүзінде жеңілдік пайда болды, ал Мазира жай ғана. Хамитпен өзім сөйлесем, деді. Сол кеште Назира Хамитке телефон соқты. Дауысын естігенде біразға дейін сөйлей алмай қалды. Мазира, не болды? Кешірші. Хамит үнсіз қалды. Еркін бе? Түсіндім. Назираның көзінен жас тырғып түсті. Мен сені жақсы көремін, Хамит. Мен де сені жақсы көремін. Бірақ баламды жоғалта алмаймын. Арғы жақта ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Хамиттің бәсен дауысы естілді. Онда мен кетейін. Хамит, сенің балаңмен мен үшін араз болғаныңды қаламаймын. Қоңырау аяқталды. Мазира телефонды кеудесіне қысып, қараңғы бөлмеде жалғыз қалды. Сол түні ол ана ретінде ұлын таңдады, бірақ әйел ретінде жүрегінің бір бөлігінен бас тартқан еді. Хамит келуді тоқтатты. Бірнеше күннен кейін үйдегі жағдай бұрынғы қалпына түскендей болды. Еркін де анасымен қайта сөйлесе бастады. Сырт көзге бәрі тыныш еді. Бірақ Мазираның күлкісі жоғалды. Ол таңертең жұмысқа кетеді, кешке үйге келеді, тамақ дайындап, үй тіршілігін жасайды. Балалары хабарласса, бұрынғыдай жылы сөйлеседі. Тек кеш түскенде терезе алдында ұзақ отыратын болды. Еркін анасының өзгергенін байқаса да, уақыт өте бәрін ұмытады, деп өзін жұбататын. Бір күні үйге Балжан келді. Тәте, жағдайыңыз қалай? Жақсы айналайын, өзің қалайсың? Біраз әңгімеден кейін Балжан. Хамит аға көрінбей кетті ғой, деді абайлап. Назираның қолындағы қасық тоқтап қалды. Енді келмейді. Неге? Назира жауап бермеді. Балжан бәрін түсінді. Еркін үшін бе? Назира терезеге қарады. Оған ештеңе айтпа, қызым. Бірақ неге? Өзін кінәлі сезінбесін. Балжан Назираның жүзіне қарады. Ал сіз ше, сіздің көңіліңізді кім ойлайды? Назира мұмая жымиды. Ана болған адам кейде өз көңілін ең соңына қояды екен. Балжанның жүрегі ауырды. Сол кеште ол Еркінмен кездесті. Сен жеңдің, деді Балжан. Нені айтып тұрсың? Анаң Хамит ағадан бас тартты. Еркін үнсіз қалды. Бұл ананың өз шешімі. Балжан басын шайқады. Жоқ, Еркін, бұл сенің қойған шартыңнан кейінгі шешім. Мен анамды қорғадым. Кімнен?
Еркін жауап бере алмады. Хамит аға оған жамандық жасады ма? Ренжітті ме? Алдады ма? Жоқ. Онда неден қорғадың? Еркін қабағын тиді. Сен түсінбейсің. Мүмкін, бірақ мен бір нәрсені көріп жүрмін. Анаң бұрынғыдай күлмейді. Еркін үндемеді. Балжан сөзін жалғастырды. Сен анаңды жоғалтып аламын деп қорықтым. Бірақ сол қорқынышымен оның бақытын жоғалтып жіберген жоқсың ба? Жетер, Балжан. Еркін орнынан тұрып кетіп қалды. Келесі күні Еркін жұмыстан ерте қайтты. Үйге кірсе, Мазира ас үйде жалғыз отыр екен. Алдында 2 кесе тұр. Біреуіне шай құйылған, екіншісі бос. Апа, біреу келді ме? Мазира селк ете қалды. Жоқ балам. Еркін бос кесеге қарады. Онда неге 2 кесе қойдыңыз? Мазира да үстелге қарады. Бір сәт үнсіз қалды. Сосын бос кесені қолына алып, әдет болып кетіпті, деді жай ғана. Осы 3 сөз Еркіннің жүрегіне ауыр тиді. Өйткені Хамит осы үйге келген сайын Мазира дәл сол кесеге оған шай құятын. Хамит кеткен еді, бірақ Мазираның қолы оны әлі ұмытпапты. Еркін анасының жүзіне қарады. Ол бірінші рет өзін жеңген адамдай емес, біреудің жүрегін ауыртқан адамдай сезінді. Сол түні ас үйдегі бос кесе оның ойынан кетпей қойды. Арада бірнеше ай өтті. Мазира бұрынғы тіршілігіне қайта оралғандай көрінгенмен, Еркін анасының жанарындағы мұңды анда-санда байқап қалатын. Бірақ бұл туралы екеуі де сөйлеспеді. Осы кезде Еркіннің өз өмірінде үлкен өзгеріс болды. Ол 3 жылдан бері кездесіп жүрген Балжанда үйленуге ұсыныс жасауға бел буды. Бір күні кешке екеуі шағын дәмханада отырғанда, Еркін қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. Балжан. Қыз таңырқай қарады. Еркін Сақинаны алдына қойып, мен сенімен қалған өмірімді бірге өткізгім келеді. Маған тұрмысқа шығасың ба, деді. Балжанның көзіне жас толды. Иә. Еркін сол сәтте өзін дүниедегі ең бақытты адамдай сезінді, бірақ олардың қуанышы ұзаққа созылмады. Балжанның әкесі Айбол жастардың шешімін естігенде бірден қарсы шықты. Қызымды саған бермеймін, деді ол Еркінге. Неге аға? Қызымның болашағын ойлаймын. Тұрақты баспанан жоқ, табысында көп емес. Мен еңбек етемін, Балжанды ешкімнен кем қылмауға тырысамын. Айбол басын шайқады. Тырысамын деген сөзбен отбасы асырай алмайсың, Еркіннің намысына тиді, бірақ ол өзін ұстап. Мен Балжанды жақсы көрем, деді. Махаббатпен ғана үй ұстай алмайсың. Балжанды әкесіне қарсы шықты. Әке, мен Еркінді жақсы көремін. Сен қазір сезіммен сөйлеп тұрсың. Ал өз өмірімді кіммен өткізетінімді кім шешу керек? Айбол қабағын тиді. Мен сенің әкеңмін, саған жамандық тілемеймін. Білемін, бірақ менің орныма өмір сүре алмайсыз ғой. Айбол үндемеді. Сол кеште Еркін үйге көңілсіз оралды. Мазира баласының түрін көріп, не болды, деді. Еркін бәрін айтып берді. Айбол аға бізге қарсы. Балжанды маған бергісі келмейді. Мазира біраз үнсіз отырды. Ал сен не істемексің? Балжаннан бас тартпаймын. Әкесі қанша қарсы болса да ма? Иә. Неге? Еркін таңырқай қарады. Өйткені мен оны жақсы көремін ғой, апа. Бұл менің өмірім. Кімді жақсы көретінімді басқа адам қалай шешеді? Мазираның жүрегі шым етті, бірақ ол ұлына ештеңе демеді. Тек, дұрыс айтасың балам, деді. Сол түні Еркін ұйықтай алмады. Анасын айтқан өз сөзі қайта-қайта ойына орала берді. Бұл менің өмірім. Кімді жақсы көретінімді басқа адам қалай шешеді? Кенет ол төсегінен көтеріліп отырды. Бірнеше ай бұрын өзі де анасының өміріне дәл солай араласпады ма? Назира Хамитті жақсы көретін айтқан, ал Еркін оған таңдау берген жоқ. Мен бе, әлде Хамит бе? Енді Балжанның әкесі оның алдына дәл сондай қабырға тұрғызып отыр. Еркін терезеге қарады. Алғаш рет ол өзін анасының орнына қойып көрді. Егер апам маған Балжаннан бас тарт, әйтпесе мені жоғалтасың десе, мен не істер едім? Жауабы бірден келді. Бас тарта алмас еді. Еркіннің жүрегі ауырды. Сол түні ол алғаш рет, мен анама не істеп қойдым деп өзінен сұрады. Таң атқанша Еркін дұрыс ұйықтай алмады. Көзін жұмса болды. Анасының мұңайған жүзі мен ас үйдегі бос кесе елестейтін. Бұрын ол өзін дұрыс істедім деп сендіріп келген еді. Мен анамды қорғаймын. Әкемнің орнын бөтен адамға бермеймін деп ойлайтын. Енді ғана бір нәрсені түсінді. Хамит әкесінің орнын алуға тырыспаған. Ол тек Мазираның жанынан орын сұраған еді. Түске қарай Еркін Хамиттің дүкеніне барды. Хамит оны көріп таңырқап қалды. Кел, Еркін, бірдеңе керек пе? Сізбен сөйлескім келеді. Отыр. Еркін біраз үнсіз қалды. Сіз анамды әлі жақсы көресіз бе? Хамиттің жүзі өзгерді. Неге сұрап тұрсың? Жауап беріңізші. Хамит терезеге қарап. Иә,
жақсы көрем деді. Онда неге қайта келмедіңіз? Анаң солай қалады. Мен үшін ғой. Хамит үнсіз басын изеді, Еркін көзін төмен түсірді. Мен сізді жек көрдім. Әкемнің орнын алғыңыз келеді деп ойладым. Мен сенің әкеңнің орнын ешқашан баса алмаймын. Оған ниетім де болған жоқ. Хамит сәл кідіріп. Сенің әкең сенің өмірінің бір бөлігі, ал Мазираның өткен өмірде өшіп кетпейді. Мен тек оның қалған жолында жанында болғым келді. Еркіннің тамағына өксікті қылды. Мен анамның бақытын өз қолыммен тоқтатыппын ғой. Сен қорықтың, Еркін. Бірақ сол қорқынышым үшін анан неге жалғыз қалуы керек? Хамит жауап бермеді. Үйге келгенде Мазира аулада кір жайып жүр екен. Апа, иә балам, мен бүгін Хамит ағаға бардым. Мазираның қолындағы киімі жерге түсіп кете жаздады. Не үшін? Сөйлесу үшін. Мазира ұлына алаңдай қарады. Ұрыспадың ба? Еркін басын шайқады. Жоқ. Сосын анасына жақындады. Апа, мен қателесіппін. Мазира үнсіз қалды. Балжанның әкесі бізге қарсы болғанда ғана сіздің қандай күйде болғаныңызды түсіндім. Біреудің сенің орнына кіммен бақытты болатынды шешкені өте ауыр екен. Мазираның көзіне жас толды. Балам, сіз Хамит ағаны менен артық көрген жоқсыз. Керісінше, мені жоғалтпау үшін жақсы көрген адамыңыздан бас тарттыңыз. Еркінің даусы дірілдеді. Мені кешіріңізші, апа. Мазира ұлының маңдайынан сипады. Сен менің баламсың. Саған қалай ренжіп жүрейін? Жоқ, апа. Балам ғой деп бәрін кешіре бермеңіз. Мен сіздің жүрегіңізді ауырттым. Ол анасын құшақтады. Мен сізді ана ретінде ғана көріппін. Сіздің де жалғыз қалудан қорқатыныңызды, біреуді сағынатыныңызды, жақсы көргіңіз келетінін ойламаппын. Мазира үнсіз жылады. Біраздан кейін Еркін анасынан ажырап, апа, Хамит ағаны әлі жақсы көресіз бе? Деп сұрады. Мазира жауап бермей төмен қарады, бірақ көзінен аққан жас бәрін айтып тұр еді. Сол сәтте Еркін бір шешімге келді. Бұл жолы ол анасының өміріне кедергі болу үшін емес, оның жоғалтқан бақытын қайтару үшін әрекет етпек еді. Келесі күні Еркін тағы да Хамиттің дүкеніне барды. Хамит оны көргенде, кеше бәрін сөйлескен жоқ па едік деді. Бүгін басқа шаруамен келдім. Айта бер. Еркін терең дем алды. Анаммен кездесіңіз. Хамит үнсіз қалды. Не дейсің? Ол сізді әлі жақсы көреді. Хамиттің жанары өзгерді. Мұны өз айтты ма? Жоқ, бірақ кейде адамның айтпағанында түсінуге болады екен. Еркін ас үйдегі 2 кесені есіне алды. Мен сіздерді айырдым. Енді сол қателігімді түзеткім келеді. Хамит орнынан тұрып терезе алдына барды. Еркін, сенің анаң ойыншық емес, бірде жақындатып, бірде алыстататын. Еркін басын төмен түсірді. Білемін. Ол мен емес, сені таңдағанда мен ренжіген жоқпын. Өйткені ананың баласына деген махаббатмен жарысуға болмайды. Мен де енді сізді әкеммен салыстырмаймын. Хамит бұрылып қарады. Әкемнің орны бөлек, сіздің орныңызда бөлек болуы мүмкін екенін түсіндім. Осы сөз Хамитке ерекше әсер етті. Сол кеште Назира ас үйде кешкі ас дайындап жүрген. Кенет есік қағылды. Еркін, есікті аша салшы. Жауап болмады. Назира қолын сыртып өзі барды. Есікті ашқанда тұрып қалды. Табалдырықта Хамит тұр еді. Қолында бір шоқ бала гүлі бар. Сәлем, Назира. Мазираның ерні дірілдеді. Сәлем. Екеуі біраз уақыт үнсіз қарасып тұрды. Кіруге бола ма? Мазира есікті кеңірек ашты. Кір. Хамит бұрын өзі отыратын орынға жайғасты. Мазира әдеттегідей шкафтан 2 кесе алды. Сол сәтте қолы тоқтап қалды. Бос тұрған 2-ші кесеге ұзақ қарады. Хамит те оны байқап, мені ұмыта алмадың ба деді. Мазира мұмая жымиды. Кейбір әдетті ұмыту қиын екен. Ол Хамитке шай құйды. Бірнеше айдан кейін бос кесе қайтадан өз иесін тапқандай еді. Еркін, сені жіберді ме деді Назира. Жоқ, ол тек келуіме кедергі болмайтынын айтты. Ал өзің неге келдің? Хамит оған тік қарады. Өйткені сені сағындым. Назираның көзіне жас толды. Мен де. Дәл сол кезде Еркін үйге кірді. Ас үйден Хамиттің даусын естігенде тоқтап қалды. Бұрын осы дауысты естісе ашуы келетін, ал қазір анасының күлкісін естіді. Көптен бері мұндай Еркін күлмеген еді. Еркін ас үйге кірді. Назира абдырап, балам. Еркін Хамитке қарап қолын созды. Қош келдіңіз, Хамит аға. Хамит орнынан тұрып оның қолын алды. Рахмет, Еркін. Еркін анасына бұрылды. Апа, мен сізге бір нәрсе айтқым келеді. Айта ғой. Мен енді сізден ешкімді таңдауды сұрамаймын. Тек бақытты болыңыз. Мазираның көзінен жас парлап кетті. Балам, Еркін анасын құшақтады. Әкемді жақсы көргеніңіз үшін сізді құрметтеймін.
ал қайтадан біреуді жақсы көргеніңіз үшін кінәлауға хақым жоқ. Мазира ұлының бетінен сүйді. Сол кеште 3 адам бір дастархан басында алғаш рет ешқандай ренішсіз отырды. Ал үстел үстінде 2 емес 3 кесе шай тұрды. Бір кездері бөтен адамдай көрінген Хамитке сол шаңырақтың есігі ғана емес, Еркіннің жүрегі де біртіндеп ашыла бастаған еді. Хамит Назираның өміріне қайта оралғаннан кейін үйдің ауасы өзгергендей болды. Мазира бұрынғыдай күле бастады. Кейде Хамит екеуі аулада отырып ұзақ әңгімелесетін. Еркін оларды көрген сайын анасының қаншалық өзгергенін байқап жүрді. Бұрын мұны көрсе, іштей ашуланар еді, ал қазір анасының жүзіндегі тыныштыққа қуанады. Бірақ өзінің мәселесі әлі шешілген жоқ. Балжанның әкесі Айбол олардың үйленуіне әлі де қарсы болатын. Бір күні Еркін Айболдың үйіне өзі барды. «Аға, сізбен сөйлесуге келдім». Айбол салқын қарсы алды. «Айтарыңды айт». «Балжанды жақсы көрем, қызыңызды алып қашпаймын. Сіздің батаңызбен үйленгім келеді». Менің жауабым өзгерген жоқ. Еркін сабыр сақтады. «Неге маған сенбейсіз? Мәселе сенің жаман жігіт болғанында емес. Әлі баспанаң жоқ, табысында тұрақсыз. Қызым ертең қиналса ше? Қиналмайды деп уәде бере алмаймын». Айбол таңырқай қарады. «Бірақ қиындық келсе, жалғыз қалдырмаймын деп уәде бере аламын». Айбол үндемеді. «Мен бай емеспін, бірақ еңбек етуден қашпаймын. Балжанды жақсы көремін. Махаббат қарын тойдырмайды». «Дұрыс айтасыз. Сондықтан жұмыс істеймін. Бірақ ақша да адамның көңілін жалғыз өзі бақытты етпейді ғой». Айболдың қабағы түйілді. «Болды, шешімім өзгермейді». Еркін орнынан тұрды. «Жарайды аға, бірақ мен сізді жау көрмеймін. Қызымызды ойлап отырғаныңызды түсінемін. Тек бір күні мені сөзіме емес, ісіме қарап бағалаңыз». Сол күннен бастап Еркін бұрынғыдан да көп еңбек етті. Күндіз негізгі жұмысында жүрсе, кешкісін қосымша тапсырыс алатын. Бірнеше аптадан кейін шағын, бірақ таза пәтер жалдады. Балжанға кіртті көрсеткенде қыз таңғалды. «Бұл не? Егер үйленсек, ешкімнің мойнына отырмаймыз. Өз өмірімізді осы жерден бастаймыз». Балжанның көзіне жас келді. «Еркін, маған үлкен үй керек емес». «Білемін, маған сен керексің». Еркін оның қолын қысты. «Ал маған сен». Бірнеше күннен кейін Айбол Мазираның үйіне келді. «Сізбен сөйлескім келеді», деді ол. Мазира шай қойды. «Айта беріңіз». «Балаңызды тоқтатыңыз. Қызым да мені тыңдамай кетті». Мазира сабырмен. «Неге тоқтатуым керек? Екеуі әлі өмірдің не екенін білмейді. Біз де кезінде білмегенбіз». Айбол үнсіз қалды. Мазира сөзін жалғастырды. «Мен жақында үлкен қателік жасай жаздадым. Баламды қорғаймын деп, оның алдына өз бақытымды құрбан еттім». «Оның бұл жағдайға қандай қатысы бар?» «Қатысы бар. Себебі ата-ана кейде баласын жақсы көргендіктен оның орнына шешім қабылдағысы келеді. Бірақ баланы қауіптен қорғаймын деп, оның бақытын да алып қоюымыз мүмкін». Айбол ойланып қалды. «Мен қызымның жылағанын қаламаймын. Ешбір ата-ана қаламайды. Бірақ біз олардың өмірін ауыртпалықсыз етіп бере алмаймыз. Тек сүрінгенде жанынан табыла аламыз». Сол кеште Айбол үйіне келгенде, Балжан ас үйде анасына көмектесіп жүр екен. «Қызым, бері келші». Балжан әкесінің жанына отырды. «Еркінді шынымен жақсы көресің бе?» «Иә, әке. Ертең қиындық көрсенше». Балжан әкесінің қолынан ұстады. «Бірге көреміз. Өкінсемше, қыз сәл жымиып, онда өз таңдауым үшін өзім жауап беремін. Бірақ өзім таңдамаған өмір үшін біреуді кінәлап жүргім келмейді». Айбол қызына ұзақ қарады. Ол алғаш рет алдында кішкентай Балжан емес, өз тағдырын өзі таңдауға дайын есейген қыз отырғанын сезді. Сол түні Айбол ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Балжанның «өзім таңдамаған өмір үшін біреуді кінәлап жүргім келмейді» деген сөзі ойынан кетпеді. Әке ретінде ол қызына тек жақсылық тіледі. Балжанның жоқшылық көрмей алаңсыз өмір сүргенін қалады. Бірақ Назираның айтқаны да рас еді. Баласын қиындықтан қорғау мен оның орнына өмір сүру екі бөлек нәрсе. 3 күннен кейін Айбол Еркінге телефон соқты. «Бүгін кешке үйге кел». Еркіннің жүрегі қобалжып кетті. «Жақсы аға». Кешке барғанда Айбол оны аулада күтіп отыр екен. «Отыр». Еркін оның қарсысына жайғасты. Айбол бірден сөз бастамады. «Сен менің қызымды шынымен жақсы көресің бе?» «Иә». «Бүгін жақсы көресің, ал 5 жылдан кейін ше?» Еркін сәл ойланып, 5 жылдан кейін не боларын дәл айта алмаймын. Бірақ бір нәрсені білем. Қандай жағдай болса да, мәселені тастап қашпаймын». Айбол оның жауабына таңырқай қарады. «Бұрын өмір бойы бақытты етем деп айтарсың деп ойлағанмын.
Оны уәде ету оңай, ал өмірде реніште, қиындықта болады. Мен тек қызымызды сол қиындықпен жалғыз қалдырмайым деп уәде бере аламын. Айбол алғаш рет жымиғандай болды. Есейіп қапсым, сосын жүзі қайта салмақтанды. Мен саған кедей болғаным үшін қарсы болған жоқпын, Еркін. Балжан қиналып қалама деп қорықтым. Түсінемін, аға. Бірақ кейін бір нәрсені ұқтым. Қызымның өмірін мен өмір сүрмейді екенмін. Айбол орнынан тұрып Еркінге қолын созды. Егер екеуің шешімдеріңе берік болсаңдар, мен қарсы емеспін. Еркін орнынан атып тұрды. Шынымен бе? Бірақ бір шартым бар. Еркін вайта қобалжыды. Айтыңыз. Қызымды жылатпа деп айта алмаймын. Өмірде ондай күнде болады. Бірақ жылатсаң, жалғыз қалдырма. Еркін Айболдың қолын қатты қысты. Уәде беремін. Балжан бұл хабарды естігенде әкесін құшақтап алды. Рахмет, әке. Айбол қызының маңдайынан сүйді. Мен сенің бақытты болғаныңды ғана қалаймын. Білем, ертең қиындық болса, айттым ғой деп есігіңді жаппайым. Бұл үй саған әрқашан ашық. Балжанның көзінен ыстырықты. Әке. Еркін үйіне жеткенше шыдамады. Назираға телефон соқты. Апа, белок балам. Айбол аға келісім берді. Назира қуанып кетті. Құтты болсын, Алла бақтарыңды берсін. Апа, бұл жерде сіздің де үлесіңіз бар. Мен ештеңе істеген жоқпын. Сіз Айбол ағамен сөйлестіңіз ғой. Назира жымиып, мен теп өз бадымнан өткенді айттым. Еркін сәл үнсіз қалды. Апа, иә, енді кезек сізде. Қандай кезек? Мен өз бақытымды таптым. Сіз де өз бақытыңызды тағы кейінге қалдырмаңыз. Назира не айтарын білмей қалды. Сол кеште Хамит келді. Екеуі аулада шай ішіп отырды. Күн батып бара жатты. Хамит кенет Назираға бұрылды. Назира, мен саған бір рет ұсыныс жасап, кейін жауабымнан айырылып қалғанмын. Назира жымиып, жауабымнан емес, жағдайдан айырылдың. Онда тағы бір рет сұрайын. Хамит оның қолынан ұстады. Қалған өмірімізді бірге өткізсек қайтеді? Назира бұл жолы баласын, ауылдың сөзін, немесе елдің пікірін ойлаған жоқ. Өз жүрегін тыңдады. Сосын жай ғана. Келсем, Хамит, деді. Хамиттің жүзіндегі қуанышты көргенде Назира да күлімсіреді. Бұл жолы оның бақыты үшін ешкіммен кешірім сұрағысы келмеді. Назираның Хамитке келісім бергенін естігенде ең бірінші болып Айжан қуанды. Апа, шынымен келісім бердіңіз бе? Иә, қызым. Айжан анасын құшақтап алды. Сіз үшін қатты қуаныптымын. Назира күліп. Өзім әлі сенер-сенбесінді білмей жүрмін. Неге? Осы жаста қайтадан тұрмыс құрамын деп ойламаппын. Айжан анасының қолын ұстап. Бақыттың жасы болмайды, апа. Бұл сөз Назираның көңілін босатып жіберді. Енді үйде екі қуаныштың дайындығы қатар басталды. Еркін мен Балжан үлкен той жасауды жоспарлады. Ал Назира мен Хамит жақын адамдарын ғана жинап, шағын дастархан өткізбек болды. Маған үлкен тойдың қажеті жоқ, деді Назира. Хамит күліп. Маған да сенің иә дегеніңнің өзі жетеді. Сонда қонақ шақырмаймыз ба? Балаларын мен жақындарымыз болса болды. Осы қарапайым әңгімелердің өзі Назираға ерекше қуаныш сыйлайтын. Бірнеше ай бұрын ол Хамиттің дауысын телефоннан естуге зар болып жүрген. Ал қазір екеуі бірге болашақтарын жоспарлап отыр. Еркінде бұрынғыдан өзгерген еді. Бір күні ауладағы ескі орындықтың аяғын жөндеп отырған Хамитке келді. Көмектесейін бе? Хамит таңырқап. Кел. Екеуі біраз уақыт үнсіз жұмыс істеді. Бір кезде Еркін. Хамит аға, сізге бір нәрсе айтқым келеді, деді. Айта бер. Мен әкемді ешқашан ұмытпаймын. Хамит қолындағы құралын қойды. Ұмытпа, Еркін. Ұмытуым да керек емес. Бұрын сіз келсеңіз, әкемнің орнына біреу кіріп келе жатқандай сезінетінмін. Хамит үндемей тыңдады. Енді түсіндім. Әкемнің орны ешқайда кеткен жоқ. Ол менің жүрегімде. Еркін Хамитке қарады. Ал сіздің орныңыз басқа. Хамиттің жанары жылып кетті. Маған әке деудің қажеті жоқ. Мен сенің әкеңнің орнын басуға келген жоқпын. Анаңның жанында болсам, сол жеткілікті. Еркін басын изеді. Сол сөзіңіз үшін сізді сыйлайын. Екеуі қозғалысты. Назира терезеден осы көріністі үнсіз бақылап тұрды. Бір кезде ол дәл осы екі адамның ортасында қалып, қайсысын жоғалтатынын білмей жылаған еді. Ал қазір ұлымен сүйген адамы бір аулада қатар жұмыс істеп отыр. Назираның көзіне жас келді. Айжан жанына келіп, неге жылап тұрсыз? Назира күлімсіреді. Қуаныштам, қызым. Бәрі жақсы болды ғой. Иә, бірақ кейде адам жақсы күннің қадірін ауыр күндерден кейін ғана түсінеді екен. Айжан анасының ойғына басын сүйеді.
Енді өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Не үшін? Бақытты болғаныңыз үшін. Мазира қызының маңдайынан сүйді. Сол кеште дастархан басына Назира, Хамит, Еркін және Айжан түгел жиналды. Еркін кенет: «Апа, тойды кім бірінші жасайды? Біз бе сіздер ме?» деп күлді. Назира ұялды. «Ей, қойшы!» Хамит те күліп: «Жастарға жол береміз» деді. Үй іші күлкіге толды. Назира жан-жағына қарады. Бір кездері тумыстықтан тұншығып тұрған осы шаңырақта қайтадан қуаныш бар. Ол сол сәтте анық түсінді. Бақыт біреудің орнын басып келмейді екен. Жүректе өткенге деген құрмет те, бүгінге деген махаббат та қатар өмір сүре алады. Ал алда Еркін мен Балжанның көптен күткен тойы тұреді. Көптен күткен той күнді келіп жетті. Таңертеңнен Назираның үйі адамға толды. Бірі дастархан қамын жасап жүрсе, бірі Еркіннің киімін түзеп, енді бірі соңғы дайындықтарды тексеріп әлек. Назира болса, ұлына қайта-қайта қарап қояды. Кеше ғана қолынан жетектеп мектепке апарған кішкентай Еркіні бүгін шаңырақ көтергелі тұр. «Апа, неге маған қарап күле бересіз?» деді Еркін. «Ештеңе, бала кезің есіме түсіп кетті». Назира оның жағасын түзеп жатып: «Әкең тірі болғанда бүгін қатты қуанар еді» деді. Еркіннің жанары мұңайып кетті. «Иә апа, әкемді бүгін қатты сағынып тұрмын. Ол сенің жүрегіңде балам. Әкеңнің берген тәрбиесін ұмытпасан, сол оның өмірінің жалғасы». Еркін амасын құшақтады. «Рахмет сізге апа». «Не үшін?» «Бәрі үшін». Той басталғанда Балжан ақ көйлекпен залға кірді. Еркін сүйген қызына қарап көзін ала алмады. Айбол да қызының жүзіндегі қуанышты көріп, шешімнің дұрыс болғанына іштей шүкір етті. Ал Назираның жанында Хамит отырды. Бұрын Еркін бұл көріністі елестетудің өзіне қарсы еді. Бүгін анасының Хамитпен қатар отырғанын көргенде жүрегінде ешқандай реніш болмады. Керісінше көңілі тыныш еді. Біраздан кейін асаба: «Ендігі сөзді күйеу жігіттің анасына берейік» деді. Назира орнынан тұрды. Микрофонды қолына алғанда тоғып кеткені байқалды. «Балаларым, бүгін сендерге ұзақ ақыл айтқым келмейді. Өмірдің өзі адамға талаз нәрсені үйретеді». Ол Еркін мен Балжанға қарады. «Бір-біріңді жақсы көру ғана жеткіліксіз. Бір-біріңді тыңдай біліңдер. Ренжіскен күні үнсіз қалмаңдар. Себебі кейде үнсіздік ұрыстан да қатты алыстатады». Зал тына қалды. «Ең бастысы, жақсы көрген адамыңның өмірін өзің басқаруға тырыспа. Махаббат мен айтқандай өмір сүр деу емес. Махаббат қасындағы адамның таңдауына құрметпен қарау». Еркіннің жанары төмен түсті. Ол анасының бұл сөздерінің мәнін бәрінен жақсы түсінді. Назираның даусы дірілдеді. «Балжан қызым, бүгіннен бастап сен менің келінім ғана емес, қызымсың. Еркін, жар таңдадың. Енді оның жүрегіне аманат деп қара». Сосын екі қолын жайды. «Шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Бір-біріңе сүйеу болып, қуаныштарыңды көбейтіп, қиындықтарыңды бірге жеңіңдер. Бақытты болыңдар балаларым». «Әумин» деді жұрт. Еркін орнынан тұрып анасына келді. «Апа». Ол Назираны қатты құшақтады. «Мен сізден көп нәрсе үйрендім». Назира баласының арқасынан сипады. «Мен де сенен үйрендім балам». Сәлден соң Еркін микрофонды қолына алды. «Тағы бір адамға рахмет айтқым келеді». Жұрт тыныштала қалды. Еркін Хамитке қарады. «Хамит аға, ортаға шығыңызшы». Хамит абдырап орнынан тұрды. Еркін оның қолын алды. «Бір кезде сізді қабылдағым келмеді. Өйткені анамды менен алыстатып аласыз деп қорықтым. Кейін түсіндім, сіз анамды бізден алыстатуға емес, оның жалғыздығын бөлісуге келіпсіз». Назираның көзіне жас толды. «Анамның жүзіндегі күлкіні қайта қайтарғаныңыз үшін рахмет». Хамит Еркінді құшақтап алды. Зал қол соғып кетті. Назира көз жасын сыртып отырып, бір кездері өзін екіге бөлген екі адамның бүгін бір-біріне құрметпен қарап тұрғанын көрді. Сол сәтте оның жүрегіндегі соңғы ауырлықта жоғалғандай еді. Ал енді алда Назираның өзі көп жыл күтпеген жаңа өмірінің ең маңызды күні келе жатты. Еркін мен Балжанның тойынан кейін үй бірден тынышталып қалғандай болды. Кеше ғана күлкімен әнге толған аулада енді күзгі жапырақтар сыбдырлап жатты. Назира таңертең терезені ашып, таза ауамен терең тыныстады. Бүгін оның өмірінде тағы бір ерекше күн еді. Бүгін Назира мен Хамит некелерін қиятын. Үлкен той болмайды, тек балалары мен ең жақын адамдар жиналады. Сонда да Назираның жүрегі жас қыздығындай дүрсілдеп тұрды. «Апа, дайынсыз ба?» Бөлмеге Айжан кірді. Қолында ақшыл көк түсті әдемі көйлек бар. «Мынаны киесіз». Назира күліп жіберді. «Қызым-ау, қарапайым көйлек кие салам?» «Жоқ, бүгін сіздің күніміз. Осы жаста сәнденіп». Айжан анасының сөзін бөліп:
Апа, осы жаста дегенді қойыңызшы. Бақытқа жас шектеуін кім қойыпты? Мазира қызына қарап тұрып жымиып кетті. Сен де ақыл айтатын болыпсың ғой. Сізден үйрендік. Көйлекті киіп айна алдына келгенде, Назира өзін бір сәт танымады. Жүзінде жылдар қалдырған іздер бар. Самайына ақ кірген, бірақ көзіндегі нұр бұрынғыдан өзгеше еді. Айжан анасының шашын түзеп: «Әдемісіз, апа». Мазираның көзіне жас толды. «Мен мұндай күн қайта келеді деп ойламаппын». Өмір кейде адам ойламаған жерден жаңа есік ашады екен. Сыртта Хамит күтіп тұр еді. Назираны көргенде ол үнсіз қалды. «Неге үндемейсің?» деді Назира қысылып. Хамит күлімсіреді. «Саған қарап тұрмын. Бұрын көрмегендей. Бүгін басқаша көрініп тұрсың». «Қалай?» Хамит оған жақындады. «Көк күткен бақытымдай». Назира төмен қарап жымиды. Неке қиылғаннан кейін бәрі Назираның үйіне жиналды. Дастархан басында Айбол да, Балжан да отырды. Еркін мен Айжанның қуанышында шек жоқ. Бір кезде Еркін орнынан тұрды. «Мен де бір ауыз сөздер айтайын». Бәрі оған қарады. «Апа, кезінде сізден кешірім сұрадым, бірақ бүгін тағы да айтқым келеді». Назираның жанары толқып кетті. «Мен сізді тек анам деп көріппін. Ана ешқашан шаршамайды, жалғызсырамайды, ешкімді сағынбайды деп ойлаған сияқтымын». Еркіннің даусы дірілдеді. «Сіздің де жүрегіңіз бар екенін кеш түсіндім». «Балам». «Жоқ апа, айтайын». Ол Хамитке бұрылды. «Хамит аға, анамды бақыт дедіңіз, бірақ бір өтінішім бар». «Айта бер». «Ешқашан өзін жалғыз сезіндірмеңіз». Хамит Назираның қолын ұстап: «Қолынан келгенше емес, жүрегім жеткенше жанында боламын» деді. Назира көз жасына ерік берді. Біраздан кейін бәрі аулаға шықты. Еркін анасының жанына келді. «Апа, бақыттысыз ба?» Назира Хамитке, балаларына, жаңа түскен келініне қарады. Сосын оның қолын қысты. «Иә балам, бақыттымын. Әкемді ойлап, өзіңізді кінәлі сезінбейсіз бе?» Назира үнсіз қалды. Сосын аспанға көз тастады. «Әкеңмен өткізген 25 жылымды ешкім өшіре алмайды. Ол менің өмірімнің бір бөлігі болып қала береді». Назира Хамитке қарады. «Бірақ өткенді құрметтеу үшін бүгінгі өмірден бас тарту міндет емес екен». Еркін анасының ойғына басын сүйеді. Сол сәтте Назира жүрегінде ұзақ уақыт тұрған кінә сезімінің жоғалғанын сезді. Ол өткенін ұмытқан жоқ, тек болашаққа қайта қарауға рұқсат берді. Ал сол болашақта оны жақсы көретін адам және оның бақытына қуана алатын балалары бар еді. Арада бір жыл өтті. Назираның өмірі бір қалыпқа түскен еді. Хамит екеуі таңертең бірге шай ішіп, күнделікті тіршіліктеріне кіріседі. Кешке аулада қатар отырып әңгімелесетін әдет тапты. Назираға керегі де осы еді. Аса үлкен байлық емес, қымбат сыйлықтар да емес. Жанында: «Шаршадың ба? Күнің қалай өтті? Шайыңды мен құяйын» дейтін адамның болғаны жеткілікті екен. Еркін мен Балжан да тату-тәтті өмір сүріп жатты. Ал бірнеше ай бұрын олардың тұңғыштары дүниеге келген. Назира немересін алғаш қолын алған күні көз жасын тия алмады. «Апа, неге жылап тұрсыз?» деген еді Еркін. «Қуаныштан балам. Кеше ғана өзімді осылай көтеріп жүргендей едім». Бүгін Еркін мен Балжан сәбилерін алып тағы келді. Үй іші бірден баланың күлкісіне толды. Хамит кішкентай бөбекті қолын алып: «Мына жігіт атасын танып қалыпты ғой» деді мәз. Еркін күліп: «Сіз көтерсеңіз жыламайды өзі» деді. Назира осы сөзді естіп ұлына қарады. Бір жыл бұрын Еркін Хамитті осы шаңыраққа кіргізгісі келмейтін, ал бүгін баласын оның қолына сеніп тапсырып отыр. Уақыт кейде адамның жүрегін үнсіз-ақ өзгертеді екен. Кешке бәрі аулада дастархан басына жиналды. Айжан да арнайы келген. Бір кезде Еркін анасының жанына отырды. «Апа, бір нәрсе сұрайыншы?» «Сұра балам». «Егер мен сол кезде қарсы болып қала бергенімде не істер едіңіз?» Назира бірден жауап бермеді. «Білмеймін». «Хамит ағадан бір жола бас тартар ма едіңіз?» Назира немересінің кішкентай алақанын сипап отырып: «Мүмкін, сенен айырылып қалудан қатты қорықтым ғой». Еркіннің жүзі өзгерді. «Сонда мен сіздің бақытыңызды алып қоя жаздаппын». «Бірақ алып қойған жоқсың». «Кеш түсіндім». Назира ұлының қолынан ұстады. «Кейде кеш түсінудің өзі мүлде түсінбей өткеннен жақсы балам». Еркін анасына қарады. «Мені кешіргеніңізге рахмет. Сен де мені түсінгеніңе рахмет». Осы кезде Хамит үйден шайнек көтеріп шықты. «Ау, шай дайын, бүгін шайды мен құямын». «Тағы да қою қылып жібермеңіз», деді Назира күліп. «1 жыл болды, әлі шай құюды үйрете алмадың ғой». Бәрі күліп жіберді.
еркін анасына көз қиығын салды. Назираның жүзінде бұрынғы мұң жоқ еді, ол бақытты болатын. Сонда еркін бір кезде түсінбеген ең қарапайым ақиқатты ұқты. Ана тек балалары үшін өмір сүретін жан емес, ол да сағынады, ол да жалғызсырайды. Ол да біреудің жылы сөзін күтеді. Оның да жақсы көруге және сүйікті болуға құқығы бар. Күн көкжиекке баяу батып бара жатты. Назира немересін құшағына алып, жанындағы адамдарға қарады. Бір жағында балалары, бір жағында сүйген адамы. Өткен өмірінде де махаббат болды, бүгінгі өмірінде де махаббат бар. Бірі екіншісін өшірген жоқ. Назира Хамитке қарағанда ол да жымиып отыр екен. Назира ішінен ғана: өмір, саған рахмет. Мен бәрі аяқталды деп ойлаған кезде сен маған қайта бастауға мүмкіндік бердің, деді. Сол кеште ауладан балалардың күлкісі ұзақ естіліп тұрды. Ал Назира ақыры бір нәрсені анық түсінді. Шынайы махаббат кейде кешігіп келеді, бірақ адам жүрегінің есігін жаппаса, бақытқа ешқашан кеш болмайды. Құрметті тыңдарман, баласы үшін махаббатынан бас тартқан ана атты әңгімемізді соңына дейін тыңдағаныңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Бұл хикая сіздің де жүрегіңізге жетіп, жақындарыңызды түсіну, олардың таңдауымен бақытына құрметпен қарау туралы ой салды деген үміттеміз. Әңгімеміз ұнаса, жүрек үні арнасына жазылып, лайк басып, өз ойыңызды пікірге қалдырыңыз. Сіздің әрбір жылы сөзіңіз бен қолдауыңыз біз үшін өте қымбат. Шаңырақтарыңыз шаттыққа, жүректеріңіз мейірім мен махаббатқа толы болсын. Келесі жүрекке жетер әңгімеде қайта кездескенше.